Сіз қандай елде өмір сүргіңіз келеді? Білім, медицина, үй бәрі тегін. Бірақ таңертең тұрып дүкенге барсаңыз, сөреде ештеңе жоқ. Бүгін біз осындай елдер туралы айтатын боламыз. Куба мен Солтүстік Кореяда көп нәрсе тегін, бірақ өмір сүру оңай емес. Куба мен Солтүстік Кореяда социалистік жүйе, мемлекет азаматтарға қызмет көрсетеді. Кубада медициналық қызмет тегін көрсетіледі. Білім мектептен университетке дейін тегін. Кей азық-түлік карточкамен беріледі, тегін немесе арзан. Ал Солтүстік Кореяда үй тегін беріледі. Білім мен денсаулық мемлекет бақылауында. Кей киім, азық-түлік мемлекеттен бөлінеді. Бұл жақсы естілетін факттер. Бірақ мемлекет бәрін тегін берсе де таңдау құқығы жоқ. Кубада жеке кәсіпкерлік шектеулі, азық-түлік жетіспейді, шетелден келгені өте қымбат. Интернет тек соңғы жылдары ғана қосылды. Ақылы шектеулі. Ал Солтүстік Кореяда телефон шетелге қоңырау шала алмайды. Шетелдік киім, музыка, фильм қатаң тыйым. Жалақы орта есеппен 5-тен $10 дейін. Кубада бір дәрігердің орташа айлығы 20-дан $30 дейін. Бірақ сыртқа шыға алмайды, валюта айырбастауы өте қиын. Енді Норвегия, Канада, Финляндия сияқты елдермен салыстырып көрейік. Оларда медицина мен білім тегін, бірақ айырмашылығы экономика ашық, еркіндік бар, жалақы жоғары, шекара ашық, адамдар шетелге еркін бара алады. Ал Куба мен Солтүстік Кореяда жабық жүйе, сыртқы ақпарат шектелген, еркін нарық жоқтың қасы. Оған қоса Финляндияда білім тегін, бірақ студенттер өз қалауы бойынша оқиды, жұмыс істей алады, тіпті шетелге бара алады. Куба халқынан сұралғанда, олар өз елдерін жақсы көреді, бірақ интернет, таңдау, мүмкіндік қажет дейді. Ал Солтүстік Кореяда ашық сұхбат жоқ, бірақ елден қашып шыққандар тек аман қалу үшін өмір сүрдік дейді. Адамдарда таңдау болған жоқ дейді. Халық үшін тегін қызметтер тек бір жағы ғана. Бастысы еркіндік, ақпаратқа қол жеткізу және таңдау. Иә, Куба мен Солтүстік Кореяда көп нәрсе тегін. Бірақ бұл бостандықтың орнына төленетін ақы. Тек тегін қызметпен өмір сапасы шектелмейді. Салыстырмалы түрде демократикалық елдерде де тегін нәрселер бар. Бірақ олармен бірге таңдау мен еркіндікте жүреді. Сіз үшін қайсысы маңыздырақ? Тегін қызметтер ме, әлде еркін өмір сүру мүмкіндіктері ме?